Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте оңай, үй жағдайында қарапайым асқабақтан тіске баса жасап көрсетпекшімін. Арнамнан алыстамай, видеомды соңына дейін көрсеңіздер. Енді қамыр нелеп аламыз. Біздер бірінші ысымызға қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Сонан соң барып үстінен тұз саламыз. Сосын жақсылап араластырып жібереміз, тұзымыз ерігенше. Енді ұнымызды електен өткізіп саламыз. Бұл тағамды мен жиі жасаймын. Осындай қыс мезгілінде енді асқабақтың мезгілі болғандықтан жиі жасаймын. Өзіме қатты ұнайды бұл тағам. Бесік шайларға жиі жасаймын. Енді біздер лопаткамыздың көмегімен араластырып тұрамыз. Себебі суымыз қайнап тұрған ыстық су болғандықтан ұнымыз пісіп қалмау керек. Осылай бірінші жақсылап араластырып аламыз. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, орташа қаттылықта қамыр илеп алатын боламыз. Және де достар, менің арнама тіркеліп лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздермен алдағы уақытта өте оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Енді дайын болған қамырымызды салфан пакетке салып қоя тұрамыз бір 20 минутқа. Қамырымызды бір шетке қойып, енді біздер тіске басарымыздың ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін біздерге пияз, асқабақ қажет болады. Пиязымызды тамаққа қосатындай етіп осылай өте жұқалықтай етіп турап аламыз, ал асқабағымызды үккіштен өткізіп аламыз. Құдай қаласа алдағы уақытта ораза айы жақындап қалды, сондықтан менің арнама тіркеліп, қоңырауша батырмасын бас тіркеліп алыңыздар. Сіздерге мен керемет оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Енді тапамызға майымызды саламыз. Қызғаннан кейін үстінен пиязымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Бұл жерде мен гхи майын қолдандым. Енді сіздер үй жағдайында кәдімгі қарапайым сұйық майдан да қолдансаңыздар болады. Міне пиязымызды қуырып алдық, үстінен тұз салдық. Енді асқабағымызды саламыз. Бұл жерде енді әртүрлі дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен тек бұл жерде қара бұрыш қолдандым, және де аздап шай қасықпен қант қосып жібердім. Енді қалауыңызша, міндетті емес. Ал асқабағымыз бен пиязымыз қуырып алдық, дайын болды. Бұны бөлек ыдысымызға салып аламыз. Ал енді қамырымызды алып, осылай экранда көрсетілгендей етіп жасап аламыз. Енді қамырларымызды бөлшектерге бөліп, әр қамырымызды мен 50 граммнан бөліп алдым. Енді қамырларымыздан зола жасап аламыз, осылай дөңгелек етіп аламыз. Өз басыма асқабақтан жасалған тағамдар өте қатты ұнайды. Сіздер қандай тағамдар жасайсыздар? Мантыден бөлек, мысалы мен манты, самса жиі жасаймын. Етсіз де жасай беремін, өте дәмді шығады. Ал сіздер қандай тағамдар жасайсыздар? Төмендегі комментарийға жазып қалдырып кетсеңіздер. Енді міне бір қамырымызды алып өте жұқа етіп жайып аламыз. Мен қазір тағы біреуін сізге көрсететін боламын. Қамырымызды жайып алғаннан кейін бір шетіне ғана біраз қасық жаңа дайын болған салмамызды салып, осылай экранда көрсетілгендей етіп жайып шығамыз. Көп сөйледіңіз деп сөкпеңіздер. Мен барынша түсіндіруге тырысып жатырмын. Енді қамырымыздың бір шетін үстіне әкеп қойып, осылай дөңгелекше етіп кесіп аламыз. Кеспесеңіздер де болады, әркім қалауынша. Енді вилкамыздың көмегімен екі шетін осылай жабыстырып шығамыз. Ал екінші қамырымызды дәл осылай оқтауымыздың көмегімен жайып аламыз. Барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Күн көрінетіндей етіп жұқалықта жайыңыздар. Міне қамырымызды жайып алдық. Енді бір шетінен салмамызды саламыз. Біраз қасық жеткілікті.
тапамызға сұйық майымызды құямыз көз мөлшерімен. Сосын щетканың көмегімен жақсылап жағып, бір жағына қызып тұрған тапамызда қамырларымызды осылай қойып аламыз. Енді екі жағын осылай қызартып пісіріп аламыз. Аздап осылай қамырымыз көтеріліп пісуі мүмкін, ол қалыпты жағдай. Үстінен осылай лопаткамызбен басып ішіндегі ауасын шығарамыз. Міне дәл осылай етіп қызартып пісіріп ала береміз. Міне екі жағында осылай қызартып пісіріп алдық. Енді келесі қамырымызға майды жағудың қажеті жоқ. Енді осылай оларды да қызартып пісіріп аламыз. Ыстық кезінде міндетті түрде үстінен сары майымызды жағуды ұмытпаңыздар. Қамырларымызға осылай сары майымызды жағып аламыз. Енді барлығын дәл осылай етіп пісіріп ала береміз. Әр піскен қамырымыздың үстінен міндетті түрде сары май жағуды ұмытпаңыздар. Тіске басарымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте қарапайым әрі бәрінің көңілінен шығатын тағамдардың бірі. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.